Ахмет Байтұрсынов ақын, ғалым, түркітанушы, аудармашы, ұстаз, публицист, қоғам қайраткері. Кезінде әділетсіздіктің, сталиндік қуғын-сүргіннің құрбаны болды. Жарты ғасырдан астам уақыт бойы атақ даңқ көрмеген, есімі Қазақстан тарихынан лайықты орын алған жоқ. Енді ғана тарихтағы ақтақтар жойылып жатқан өзгерістер жағдайында Шәкәрім Құдайбердиев, Ахмет Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаев, Жүсіпбек Аймауытов, Міржақып Дулатов сынды қайраткерлердің есімдері халыққа қайтарылды. Ахмет Байтұрсынов 1873 жылы 28 қаңтарда Торғай уезінің Тосын болысында дүниеге келген. Оның әкесі тәуелсіз адам болды. Халық батыры Үмбетайдың ұрпағы саналатын Байтұрсын әке қазақ ауылындағы өндіріс пен құқықсыздыққа шыдамаған. Жергілікті феодалдармен жиі қақтығысатын, өз намысын сезінген ержүрек адам болды. 1885 жылы Байтұрсын мен оның ағасы уезд бастығын сындырғаны үшін 15 жылға сотталды. Сібірге жер аударылады. Биліктің әкесін, туған туыстарын, ауылдастарын қолдаған қырғыны болашақ ақынға ащы әсер қалдырды. Ахмет Байтұрсынов 1909 жылы Семей түрмесінен жазған анаға хатында бұл оқиғалар туралы былай деп жазады. 13 жасында өлген жүрегім жазылмас жара, терең із қалдырды. 1905 жылғы революция оны әрекетке итермеледі. 1905 жылы бірінші орыс революциясын Қарқаралыда қарсы алды. Міне, сол кезіне бастап ол саяси қызметке белсене араласады. Осындай алғашқы әрекет оның қазақтардан жерді тартып алуды тоқтату, көшіп келушілер ағынын тоқтату, халық земстволарын құру талаптарын жариялаған петициялар дайындауға қатысу болды. Сондай-ақ православие дінін егу саясатына қарсы мұсылман халықтарын бірлікке шақырды. Петицияда білім беру жүйесін жаңаша ұйымдастыру, қазақ халқының ой-пікірлері мен тілектерін көрсететін цензурасыз газет шығаруға рұқсат беру, мемлекеттік аппарат пен сот органдарында іс қағаздарын қазақ тілінде жүргізуде қарастырылған. Бұл ойлар қазақ халқының дән шашып, көптеген зиялы қауым өкілдері тарапынан қолдау тапты. Сол кезден бастап, оның бар ойы халықтың санасын оятуға бағытталды. Ал аталған петиция 1905 жылы 26 шілдеде атақты Қоянды жәрмеңкесінде қазақтың тұңғыш заң министрі Жақып Ақбаев пен көрнекті саясаткер, экономист Әлихан Бөкейхановпен бірге жазылған. Әділдік іздеу, патша әкімшілігінің іс-әрекетін сынау із-түзсіз өте алмады. 1909 жылы сол кезде ұстаз болған Ахмет Байтұрсынов Семей түрмесінде тағы да сотсыз 8 айға қалмалды. Сол кезден бастап ол озбырлыққа қарсы ашық күресе бастады. Халық езгісіне қарсы күреске шақырып, бостандық туралы өлеңдер жазды. Сол жылдары өлең жазып, орыс классиктерінен атап айтқанда Крылов, Байтұрсыновтың 40 аңыз жинағы 1909 жылғы Петербургте басылып шықты. Оған ақын, аудармашы, халқы үшін жан-тәнімен ауыратын адам ретінде даңқ әкелді. Маса өлеңдер жинағы 1911 жылы және 1914 жылдары Орынборда жеке-жеке басылып шықты. Халықты артта қалушылық бұрғауынан құтқаруға ұмтылған Ахмет Байтұрсынов мәдениеттің өрлеуіне жалпы білім беру, адамзат өркениетінің жетістіктерін бойына сіңіру арқылы жетуге болатын терең түсінді. Бұл жылдар Ахмет Байтұрсынұлының ғылым жолындағы сара жолының бастауын қамтиды. Қазақ тілінің табиғатын зерттей отырып, тіл білімі бойынша мақалалар, оқулықтар жазады. Кейін тіл білімі туралы ғылыми ізденістері пайда болды. 1913 жылы Байтұрсынов Орынборда қазақ газетін ашты. Көп ұзамай оның басылымына Әлихан Бөкейханов қосылып, жетекші авторлардың біріне айналады. Орынбор губерниясы жандармерия басқармасының бастығы генерал-майор Бабич 1914 жылы 24 қарашада Торғай губернаторына жазған хатында қазақ газеті туралы газеттің ірі қызметкерлерінің арасында Әлихан Бөкейханов бірінші мемлекеттік думаның бұрынғы депутаты, далалық облыстардың аграрлық мәселесі жөніндегі маманы белгілі.
Ахмет Байтұрсынов қазақ газетінің төңірегіне Мыржақып Дулатов, Шәкәрім Құдайбердиев, Мағжан Жұмабаев, Жүсіпбек Аймауытов сынды көрнекті қайраткерлер мен ақындарды жинай білді. Осындай көрнекті қайраткерлердің қайраты мен жігерінің арқасында газет қазақ халқының санасын оятуда елеулі рөл атқарып, қоғамдық басылымға айналды. 8000-ші газет ол кездер үшін ол аз емес сан. Халықты толғандыратын мәселелерді жеткізуге мүмкіндік берді. Қазақ газетінің бір нөмірінде Ахмет Байтұрсынов қазақ ұлттарының өмір сүруінің өзі өткір мәселеге айналды деп жазды. Бұл шарасы сөздер оның аузынан кездейсоқ емес. 20 ғасырдың басында Азия шығысын отарлау және елдің еуропалық бөлігінен шаруаларды қарқынды қоныстандыру жеделдетілген қарқынмен жүрді. Соның салдарынан 1916 жылы қазақтар 40 миллион гектар жақсы жерінен айырылып, тақыр дала мен тауға мәжбүр болды. Әсіресе бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарында даладан ірі қара малды мәжбүрлі бағамен алып кеткен дала өлкесін тонау ашық әрі жыртқыштық болды. Патша әскеріне вагондар мен киіз төсеніштер реквизицияланды. Сонымен бірге славян отаршылары үшін жаңа жерлерді тартып алуға дайындалды. Ал бұған шенеуніктердің әлеуметтік езгісін, жазасыздығын, бопсалауын қоссақ, Ахмет Байтұрсынұлы сынды тұлғалар болып жатқан оқиғадан шет қала алмасы анық. Газет 5 жыл 1917 жылға дейін өмір сүрді. Осы уақыт ішінде ол негізгі ұлттық қоғамдық саяси және ғылыми әдеби басылымға айналды. Ал сталиндік жылдары, сталиндік тазарту жылдарында қазақ газетінің қызметкерлерінің қарасы аяусыз қуғын-сүргіннің жасалуы кездейсоқ емес. Азамат соғысы жылдарында революция жағына білікті мамандарды тартуға ұмтылған кеңес басшылығы бүкіл ресейлік орталық атқару комитетінің 1919 жылғы 4 сәуірдегі қаулысын шығарады. Онда атап айтқанда қырғыздар, яғни қазақтар, кеңес үкіметіне қарсы азамат соғысына қатысқан. Сондай-ақ бұрынғы қырғыз ұлттық алашорда үкіметінің мүшелері мен қызметкерлері бұрынғы контрреволюциялық әрекеттері үшін ешбір қудалауға немесе жазалауға жатпайды. Осы шешімнен кейін алашорда үкіметінің көптеген жетекшілері кеңес үкіметі жағына өтті. 1919 жылы тамызда «Революция және қырғыздар» атты мақаласында Ахмет Байтұрсынов Ресей халықтарының құқықтарының декларациясының жариялануын қазақтың ұлттық мәселесіне ілтипатпен қараудың бастамасы деп санауға болады. Колчактың билігінен кеңес үкіметіне артықшылық бере отырып, біз қателескен жоқпыз деп жолдастарымды шын жүректен сендіремін. Дегенмен, қатыгез репрессия толқыны Қазақстанды да шарпыды. Соның салдарынан ең алдымен кеңес үкіметі жағына өтіп, одан кейінгі жылдарда бар мүмкіндігінше қызмет еткен қазақтың шығармашылық зиялылары зардап шекті. Ахмет Байтұрсынов, Әлихан Бөкейханов, Сәкен Сейфуллин, Мағжан Жұмабаев және басқа тұлғалардың жойылуымен Қазақстан ғылымы мен әдебиетіне үлкен зиян келді. Кеңес үкіметінің оқу-ағарту ісін дамытуда бар күш-жігерін аямаған айта кеткен жөн. Қазақ әйелдеріне ерекше көңіл бөлінді. 1930-31 оқу жылында отырықшы аудандарда, ал 1931 жылдан бастап көшпелі халық тұратын аудандарда да жалпыға бірдей білім беру енгізілді. Ұлттық интеллигенцияның көптеген қайраткерлері мәдени прогресті жеделдетуге үлкен көңіл бөлді. Сол жылдары Ахмет Байтұрсынұлының ана тілінде жазылған оқулықтары, оқу бағдарламалары жүйесіне арналған оқулықтар, 1920 жылдары бірнеше басылымнан өткен иллюстрациялық астарлар көпшіліктің көңілінен шықты. Жазу жүйесі қазақ және басқа түркі тілдеріне ыңғайсыз болғандықтан Қазақстанға белгілі ғалым, қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынов 1924 жылы өзгерту енгізген. Кемеңгер Ахмет Байтұрсынұлының әліпбиін Қытайдағы 1,5 миллион қазақ әлі күнге дейін пайдаланады. 20-30 жылдарда Қазақстан ғылымның қалыптасу кезеңі болды. Қазақстанды зерттеу қоғамы өлкенің тарихын, этнографиясын, экономикасын және жаратылыстану ғылымдарын зерттейтін ірі орталыққа айналды. Қоғамның табиғи, географиялық, этнографиялық және тарихи археологиялық бөлімдерінің жұмысына көрнекті ғалымдар Асфендияров, Затаевич, Байтұрсынов, Аймауытов және тағы басқалар қатысты. Сол жылдары Қазақстанда революцияға дейінгі зиялы қауым өкілдерін қудалау басталды. Олар Алашорда қозғалысын қайта құру бойынша заңсыз әрекеттер жасады деп айыпталды. 1920 жылы Ахмет Байтұрсынов тұтқынға алынды. Архангельскіге жер аударылып, әйелі мен қызы Шолпан Томск облысына жіберілді. Бірақ 1934 жылы сол кезде Қызыл Крест комиссиясында жұмыс істеген
Пешкованың өтінішімен Ахмет Байтұрсынов босатылды. Алайда 1937 жылы қазан айында да тағы да тұтқындалып атылды. Жарты ғасырдан кейін ғана әділдік орнады. 1988 жылы кеңес соты қылмыс құрамының жоқтығы үшін қайтыс болғаннан кейін Ахмет Байтұрсынұлын ақтады. Қазақ халқы мәдениетінің жарқын өкілдерінің бірінің ауыр тағдыры осындай болды. Ахмет Байтұрсынұлы ұстаздық ғылыми еңбегімен белсенді қоғамдық қызметімен қатар көркем сөз өнерінде жемісті еңбек етті. 20 ғасырдағы қазақ әдебиетінің реалистік, гуманистік, тәрбиелік дәстүрлерін дамытуға атсалысты. 19-20 ғасырлар тоғысында қазақ әдебиетінің басты мәселелерінің бірі ұлттық мәселе, қазақ қоғамының жағдайы, оның даму жолдары болды.